Спойлеріміздің іш жақ краскасы жақсы болғандықтан және де красканы экономить ету үшін іш жағын былай жабыстырып шығып жатырмын. Және де переход ескі краска мен жаңа красканы қосқан жері бүлінбес үшін бумажный скотчымызды бүйтіп қайырып жабыстырып қойсақ, сол кезде мына жерде қалың болмайды да краскасы. И переход ауысқан жері екі красканың жаңасы мен ескі красканың қосқан жерінде із көрінбейді. Шамал ізді сосын полировкамен келтіріп жіберуге болады. Бөртік болады шамал. Сіздерге бояу әдісін көрсетіп жіберейін. Бояған кезде кнопканы әр қимылдың соңында жіберуіміз керек. Және де баллонды бояйтын затымыздан 20-25 см қашықтықта ұстауымыз қажет. Сосын бірден қалың қылып жағуға да болмайды, өйткені ағып кетуі мүмкін краска. Сондықтан жұқалап бір слой жағып аламыз. Кнопканы жіберуді ұмытпаймыз. Бұлай бояудың керегі жоқ, ізі қалып қояды ол кезде. Асықпаймыз, жаймендеп әр қимылдың соңында краскамыздың кнопкасын жіберіп отырамыз. Осылай 2-3 слой бояп өтеміз. Мінекей достар, бағанағы бояған спойлеріміз кепті. Бағана 2000 скорость еткен жер. Сосын бумажный скотчымызды қайырып жабыстырғанның пайдасы. Граница. Ешқандай бөртік жоқ. Бұны уже полировка жасап жүрсе, бүлінбей қалады.